Баршаңызға қайырлы күн. Бір жасаған анық жұп-жұмсақ әрі дәмді болып шығатын бауырсақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Жылы сүтіміздің үстіне ашытқымызды салып, тұзымызды, бөлме температурасында тұрған майымызды салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Үстіне ұнымызды салып, қажетінше су құйып, қамырымызды илейміз. Мінекей біздің қамырымыз осылайша дайын болды. Осыны қамырымыз ашығанша аузын жауып қойып қоямыз. Ашыған қамырларымыз дайын болды. Осы қамырларымызды екіге бөліп, қамырымызды жазып, мен домалақша көлемді таңдадым пісіру үшін. Осылайша домалақша қылып, барлық қамырларымызды кесіп аламыз. Қызып тұрған отымызда бауырсақтарымызды мұқият салып, пісіріп ала береміз. Мінекей бізде осындай әдемі, жұп-жұмсақ, доп-домалақ бауырсақтарымыз дайын болды. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.